Қайырлы күн, байқауға қатысушы әріптестер. Мен Маңғыстау облысы Ақтау қаласы IT мектеп лицейінің математика пәні мұғалімі Ажибаева Шолпан Аманжолқызы боламын. Байқаудағы таңдаған бағытым оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастыру және дамыту. Осы байқауда мен 5-ші сынып математика сабағының бір үлгісін алдым. Осы сабақта мен оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастыру мақсатында циркульдің көмегінсіз шеңберді және дөңгелекті қалай сызу керек екендігі туралы жағдайларды қарастырдым. Менің назарларыңызға ұсынып отырған сабақ үлгім бұл менің шығармашылығымның арқасында туындаған сабақ үлгісі болғандықтан, оны сіз өз сабағыңызға басқаша, өзгеше түрлендіріп пайдалана аласыз. Байқауға қатысушы, шығармашылығын шебер шыңдай алған әріптестеріме сәттілік тілеймін. Отырыңыздар. Ал балалар, көңіл күйлеріңіз қалай? Егер өте керемет болса, онда бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Енді тақтада сіздер не көріп тұрсыздар? Тағы фигуралар. Қандай фигуралар? Тік төрт бұрыш бар. Жазық фигуралар, үш бұрыш бар. Ромб бар, дұрыс айтасың. Енді осы фигураларға мұқият қараңыздар. Осы фигуралардың ішінде ерекше бір фигура бар. Ол қандай фигура? Ерекше фигура қай фигура? Ал ол несімен ерекше? Оның бұрышы жоқ. Оның бұрышы қабырғалары жоқ. Ол не деп аталады? Дөңгелек деп аталады. Жақсы, отыра ғой. Демек, біздің бүгінгі сабақта қарастыратынымыз шеңбер, дөңгелек дейтін тақырып. Дәптерлеріңізге бүгінгі күннің жадын жазып, шеңбер мен дөңгелек деп тақырыбын жазып қойсаңыздар болады. Сабақтың тақырыбын жазып қойыңыздар, шеңбер мен дөңгелек. Бүгінгі сабақта қарастыратын біздің оқу мақсаттарымыз шеңбер, дөңгелек және олардың элементтері, центр, радиус, диаметр ұғымдарын меңгеру. Келесі оқу мақсаты циркульдің көмегімен шеңберді салу. Топта оқушылардың өзін-өзі басқару ережесі. Осы ережеге бағынсақ, бізде топтық жұмыс нәтижелі болады. Өзі және өзгені сыйлай білу керек. Тайм менеджмент, яғни уақытқа бағыну, белгілі бір 5 минутқа тапсырма орындауға берілсе, сол 5 минуттың ішінде орындап аяқтауға тырысуымыз керек. Кезекпен сөйлеуіміз керек, кабинетті ластамау, сызу және өлшеу құралдарын ұқыпты пайдалану. Бұл топтың ережесі. Қағазға шеңбер сызайық. Қағаз жазықтығының бір бөлігі шеңбермен шектеледі. Осы бөлік дөңгелек деп аталады. Дөңгелекті оның центрі мен радиусының ұзындығынан кіші немесе тең қашықтықта жататын барлық нүктелерден құралады деп айталамыз. Дөңгелектің центрі, радиусы және диаметрі оның сыртқы бетін құрайтын шеңбердің центрімен, радиусымен және диаметрімен бірдей болады. Осы параққа сіздер бізді қоршаған ортадан шеңберге және дөңгелекке мысалдар келтіресіздер. Шар, сағат, ыдыс, газ, жер, күн, ай, доп, сырғама, Скотч. Келісесіздер ма? Осындай бізді қоршаған ортадағы заттар шеңбер және дөңгелек формасында. Енді қараңыздар. Бізді қоршаған ортадағы кездесетін шеңбер мен дөңгелек. Мынау не? Шаңырақ, дұрыс айтасыздар. Шаңырақ шеңбер формасында. Мынау тақияның жиегі шеңбер формасында деп, ыдыстың жиегі шеңбер формасында деп айтуға болады. Мынау шай үстел дөңгелек формасында, неке сақиналары шеңбер формасында және дискі дөңгелек формасында. Міне осындай мысал үлгілерін келтіруге болады. Жақсы, енді қазір біз топтық жұмыс тапсырмаларын орындаймыз. Мен сіздерге қазір топтық жұмыс тапсырмаларын беремін.
Енді осы жұмыстардың ішінде сіз қай топтың жұмысы толықтай орындалды деп ойлап? 4-ші топтың жұмысы толық орындалған, 3-ші топтың жұмысы ішін бояп енді үлгермеген уақытқа диаметр неге тең екендігін есептеген, 2-ші топта жақсы орындаған. Бізге мерген көш басшы деген тапсырманы орындайтын боламыз. Қазір ол үшін сіздер әр топтан бір мергенді ортаға шақырасыз. Пока тұрмын да, Асқар. Бір мүмкіндік. Ал 2-ші мүмкіндік. Ал жақсы 3-ші мүмкіндік. Жинақтап ала ғой шебелерді. Ал кел, Байсал. Байсалдың мергендігін сынап көрейік. Ал 1, 2, 3. Радиусы 7 сантиметрге тең, ал хордасы 15 сантиметрге тең болатын шеңбер сызуға бола ма? Не үшін? Тыныш. Қай мерген жауап берер екен? Радиусы 7 сантиметр болса, диаметрі 14 сантиметр болады. 14 сантиметрге 15 сантиметрлік хордан сыза алмайсыз. Сыза алмайсыз. Жақсы, келісесіздер ма? Жақсы. 3-ші деңгейді қарайық па? 3-ші деңгейді қарайық, енді ол жерде мергендік деңгейі өте жоғары оқушылардың шығаратын есебі. Радиусы 9 сантиметрге тең шеңбердің диаметрінің 3-тен 1-не тең, хордасының ұзындығы неге тең? 6 сантиметр. Ал жақсы, оны қалай есептедің? Тақтаға жазып көрсете ғой. Жақсы. Демек, радиусы 9 сантиметрге тең болатын шеңбердің диаметрінің 3-тен 1-не тең хордасының ұзындығы 6 сантиметр екен. Өте жақсы отыра ғой. Ал жақсы, енді қазір функционалдық сауаттылықты қалыптастыру тапсырмасын орындаймыз. Біздің қолымызда мына жерде бірнеше құралдар бар. Осы құралдардан тек қана өзіне қажетті құралдарды таңдау арқылы қазір мен топтарға мына салфеткі, қағаз және мына флизелин матаны беремін. Осыған циркульдің көмегінсіз шеңбер сызасыздар және оны қиясыздар. Ал бірінші Медина келе ғой, өзіңнің тобыңның жұмысына қажетті құралдар таңдай ғой. Болады, бірнешеуін алсаң да болады. Мынау қағаз орамал, осыған шеңбер дөңгелек сызасыздар да қайшының көмегімен қиясыздар. Қиып дәл дөңгелек сызып шығаруларыңыз керек. Сызасыздар, тездетіп, шеңбер сызып, қиясыздар, қайшы бар емес пе? Ұстап, дұрыс ұқыпты, мұқият. Ананы пайдалана ғой, ананы. Сағын тез. Неге циркульді пайдаланбай жатсыздар? Үстін бай. Жақсы, енді қайшымен. Жақсы, отыра ойыңыздар, маған бере ойыңыздар. Дөңгелектеріңізді пока ұстап отырыңыздар, қазір таныстырасыздар. Сіз қанша? Жақсы, айтасыздар қазір. Медина тез. Сіздің тобыңыздың жұмысын таныстырыңыз. Осы дөңгелекті сізге қию оңай болды ма, қиын болды ма? Қиын болды, себебі қайшы деген қимайын алып, және циркуль болмаған үшін кішкене қиын болды. Дөңгелектің радиусы? Дөңгелектің радиусы 6,1. Жақсы, рахмет. Келесі екінші топтың келе ғой, мына топтың таныстыра ғой, Медина. Топқа, сыныпқа қарап тұр. Біздің дөңгелек сызу қиын болды, себебі біз оны өзіміз жасаған циркульмен сызып жатқан кезде, ол бір-біріне қаратай жиналып қала берді. Содан соң біз оны дұрыс сыза алмадық та. Радиусы? Радиусы 12 сантиметр, диаметрі 24 сантиметр. Жақсы, рахмет. Өте жақсы. Келесі кел, Қайсар. Қайсардың тобының қиған дөңгелегінің үлгісі. Жақсы, қиын болды ма? Өте қиын болған көрініп тұр сізге. Қиын болды. Жақсы, радиусын айта ғой. 18 сантиметр. 18 диаметрі ма? Жақсы, рахмет, отыра ғой. Гүлназ, сіздің топқа қиын болды ма? Біздің топқа ең бірінші қиын болды, соң басқа қайшылап жылдам қиды. Қидыңыздар. Дөңгелектің радиусы? Радиусы 15 сантиметр, диаметрі
22 сантиметр. Жақсы, өте жақсы. Рахмет, отыра қойыңдар. Ал жақсы, барлық топқа мынадай сұрақ. Сізге осы топтық жұмысты орындау оңай болды ма, қиын болды ма? Оңай, қиын болды деп айтып жатырсыздар. Жақсы, не үшін қиын болды? Циркуль болмаған жерде бізге қоршаған ортада, циркуль болмаған ортада қиын болады екен. Бірақ та енді барынша сіздер мына топ мысалға, мына топ барынша осы жағдайдан шығуға тырысып, біздің айтқан тапсырмамызды орындады. Жақсы, осы топтарға алғыс білдіреміз. Келесі, біздің орындайтын тапсырмамыз кино уақыты. Қазір мына киноны бір тамашалап жіберейік. Орта ғасырлық шіркеулер Европадағы ең ғажап құрылыс нысандарының біріне жатады. Олардың адам қызықтыратын құрылыстарын салу кездейсоқ емес. Өйткені оларды салу барысында математика қолданылған. Енді ең соңғы біздің тапсырмамыз қалды. Ол үшін кітаптарды жинақтаңыздар. Ол үшін бізге қазір ұялы телефондарыңыз қажет болады. Ұялы телефонмен соңғы тапсырманы орындаймыз. Ал жақсы оқушылар, енді біз қазір сіздермен ұялы телефонның бағдарламасының көмегімен соңғы тапсырманы орындайтын боламыз. Бұл тапсырманы сіздер әрбір оқушы өзінің ұялы телефонында орындайды. Бұл жерде 10 тест сұрағы бар бүгінгі тақырыпқа қатысты. Қазір ойынды бастаймыз. Ойынды бастау үшін сіздер ұялы телефондарыңыздан joinmyquiz.com сайтына кіресіздер. Мына парольді тересіздер, өзіңіздің аты жөніңізбен тіркелесіздер, сосын ойынды бастаймыз. Ал бастайық. Тағы да. Абылай, 6 оқушы болдық, тездетейік. Парольді. 12, 25, 24. Он 12, 25, 24. 6 оқушы. 7 оқушы болдық. Байсал. Қайсар? 8 оқушы. Тима. Тима кім? Темірлан ба? Жақсы. Мында шығып тұр мұнда. 9 оқушы болдық. Бастаймыз онда. Болды ма? Мен бастаймын. 10 оқушы болдық. 10 оқушымен бастаймыз онда. Ал бастаймыз. Ал басталды. Абылай 2 сұраққа дұрыс жауап берді. Темірлан 2 сұрағы дұрыс. Шыңғыс дұрыс. Шыңғыста дұрыс жауап жоқ. Байсалда қатесі көп. Гүлназда дұрыс емес. Байсал аяқтады. Тездетіп аяқтай қояйық. Осы қалыптастырушы бағалау, яғни 10 сұрақтан тұрады. 10 сұрақ бүгінгі жаңа тақырыптағы айтылған жаңа мәліметтерге байланысты құрастырылған сұрақтар болатын. Осы қалыптастырушы бағалау осы сайыста бірінші Гүлназ жеңімпаз, екінші орында Абылай 5880 ұпаймен, үшінші Шыңғыс, төртінші Темірлан, бесінші Медина дейтін оқушылар осындай жетістікпен алғашқы бестікте тұр. Енді сұрақтарды бір қарап кетейік, бір-екі сұраққа шолу жасап кетейік. Сұрақтарымыз мынадай болды. Қай фигураның нүктелері центрінен бірдей қашықтықта орналасқан? Дөңгелектікі мынау, жақсы, осы еді. Оған жауап берген оқушы саны 8 дұрыс, оқушы дұрыс жауап берген, екеуі дұрыс емес жауап берген. Екінші сұрақты талдап жіберейік. Радиусы 5,12 сантиметр шеңбердің диаметрі 10,4. Жақсы, өздеріңізді бағалаңыз, қай аймақтасыздар өзіңіз. Яғни мен бүгін
жасыл шеңбердің аймағындамын. Себебі, жасыл шеңбер дегеніміз мына ішкі шеңбер. Себебі барлық деңгейлердің тапсырмаларын дұрыс орындап, мына жасыл аймаққа дейін жеттім дегенді білдіретін ал. Мен бүгін сары шеңбер аймағындамын, яғни орташа белсенділік таныттым деген сөз. Мен бүгін қызыл шеңбер аймағындамын деген сөз. Бүгінгі сабақта мен белсенділік таныта алмадым. Себебі осындай жағдай болды деп өзіңіздің бір-екі оқушының пікірін тыңдайық. Кімнің пікірін тыңдаймыз? Мәдина, өзіңді бүгін қай шеңбердің аймағындамын деп ойлайсың? Жауап бере ғой. Орнынан тұр да кел. Мен қасыма келе ғой. Өзіңді қай шеңбердің аймағындамын деп ойлайсың? Сары, қызыл, жасыл. Жасыл. Аха, не үшін? Себебі тапсырмалардың барлығын орындадың ба толық? Жақсы. Жақсы. Мына топта кім бар тағыз? Аха, Гүлназ. Жасыл шеңбер аймағындамын. Себебі? Өте оңай болды тапсырмалар. Еге тапсырма бірінші, шеңбер мен дөңгелектің бізді қоршаған ортадағы қолданылуы тақырыбында шағын эссе жазып келесіздер. Екінші, 1264 есепті шығарасыздар. Осымен біз бүгінгі сабағымызды қорытындылаймыз. Бүгінгі сабақта белсенділік танытқан оқушылар Медина, Байсал, Гүлназ, сосын Зере жақсы жұмыс жасады, Арлан жақсы жұмыс жасады. Міне осы оқушыларды бүгінгі белсенділіктер үшін марапаттаймыз. Өте мерген оқушылар болды бүгінгі сабағымызда. Осымен сабағымызды қорытындылаймыз. Сау болыңыздар. Маған бүгінгі сабақ өте ұнады. Осы сабақта мен шеңберді, дөңгелектің радиусын, диаметрін тауып, және олардың элементтерін анықтамасын түсіндім. Маған сабақ ұнады, себебі біз әртүрлі ойын ойнадық, дартс және квиз ойнадық. Маған өте ұнады екі осы ойын. Ал квиз өте керемет ойын болды. Тапсырмалар өте ерекше болды. Бүгінгі сабақта біз радиустар және әртүрлі ойындарды ойнадық.